Сәлем құрметті оқушылар, бүгін сіздермен біз комбинаторика элементтері тарауындағы 10-шы параграф комбинаторика формулаларын қолданып есептерді шығару тақырыбындағы АВ деңгейінің есептерін шығаратын боламыз. Бұл жерде А деңгейінен 6 есеп, В деңгейінен 3 есеп берілген. Онда бірінші есепті қарастырайық. Өрнектің мәнін табыңыздар дейді. Бұл жерде бірінші есептің біріншісінде бізде алмастыру формуласы қолданған, яғни P7 бөлінген P4. P7-ні біз сол жақта берілген алмастыру формуласы бойынша ашқанда P7 тең 7-нің факториалы, ал бөлімдегі P4 тең 4-нің факториалы тең 7 көбейтілген 6 көбейтілген 5 тең 210 деген жауап шығады. Не үшін десеңіздер, бұл жердегі 7-нің факториалын біз 7 көбейтілген 6 көбейтілген 5 көбейтілген 4-тің факториалы деп өрнектесек болады. Сонда жаңағы алымдағы 4-тің факториалы мен бөлімдегі 4-тің факториалы қысқарып кеткенде бізде 7 көбейтілген 6 көбейтілген 5 деген жауап қалады. Ары қарай екінші есепті қарастырайық. Бұл жерде бөлшектің алымында бізде орналастыру формуласы, ал бөлімінде алмастыру формуласы берілген. Орналастыру формуласы бойынша алымын ашқанда А6-да 5 тең 6-ның факториалы бөлінген 6 минус 5-ның факториалы бөлінген 7-ның факториалы. Сонда 6-ның факториалы бөлінген 1-дің факториалы тең 7-ның факториалы тең бізде 6-ның факториалы бөлінген 7-ның факториалы. 7-ның факториалын 7 көбейтілген 6-ның факториалы деп өрнектеп ашамыз. Сонда алымындағы 6-ның факториалы мен бөліміндегі 6-ның факториалы екеуі қысқарып кеткенде 1 бөлінген 7 деген жауап қалады екен. Үшіншісі, 1 қосылған P8 бөлінген P7 қосылған P5 бөлінген P6 тең 1 қосылған 8-дің факториалы бөлінген 7-ның факториалы қосылған 5-дің факториалы бөлінген 6-ның факториалы тең 1 қосылған 8 қосылған 1 бөлінген 6 тең 55 бөлінген 6 деген жауап шығады екен. Төртіншісін қарастырайық. P9 бөлінген P7 алынған P7 бөлінген P5 алынған 2 тең 9-ның факториалы бөлінген 7-ның факториалы алынған 7-ның факториалы бөлінген 5-дің факториалы алынған 2. 9 көбейтілген 8 алынған 7 көбейтілген 6 алынған 2 деп ары қарай 72 алынған 42 алынған 2 тең 28 деген жауап бізде шықты. Онда екіншісін қарастырайық. Егер жазылуында цифрлар қайталанбайтын болса, онда 2, 1, 8 және 6 цифрларынан құрастырылған барлық тақ 4 таңбалы сандардың санын табыңыздар. Алдыңғы сабақта қарастырылған жақша әдісін қолданатын боламыз. Және де бұл жерде 4 таңбалы болғандықтан 4 жақша алып отырмын. Берілгендегі қайталанбайтын және тақ деген сөздерге мән берсек, яғни 2, 1, 8, 6 деген цифрларының ішінде тақ сан тек қана біреу-ақ бізде 1 деген сан. Сол себепті осы 4 таңбалы санның ең соңғысы бізде 1 деген сан болуы керек, яғни 1 цифр болу керек. Оның бірінші цифры 4 таңбалы санның бірінші цифры қалған бізде 3 цифрдың үшеуі де келеді. Кез келгенін таңдап жаса аламыз. Ал екіншісінде екінші жақшаға сол 3 цифрдың ішіндегі біреусі бірінші орынға кеткендіктен қалған 2 цифрдың кез келген біреуін қоя аламыз. Ары қарай үшінші жақшаға тек қана 1 цифр қалатын болады. Сонда бізде жауап шығып тұр, байқасаңыздар. 3 көбейтілген 2 көбейтілген 1 көбейтілген 1 тең 6 деген жауап шығып тұр. Онда 3 теңдеуді шешеміңдер. Жалпы бұл теңдеудің шешімдерін біз орналастыру формасы бойынша шешетін боламыз. Біріншісі AX-1 тең 5. AX-1-ді, яғни ANK тең n факториалы бөлінген n минус k-ның факториалы деген формула бойынша ашқанда x-тің факториалы бөлінген x минус 1-дің факториалы тең 5. X-тің факториалын x минус 1 бойынша өрнектеп ашқанда, онда алымындағы x минус 1 мен бөліміндегі x минус 1 қысқарып кетеді. Сонда x тең 5 деген жауап шығады екен. Екіншісінде AX-1 тең 5x. X-тің факториалы бөлінген x минус 1-дің факториалы тең 5x. X минус 1-дің факториалы көбейтілген x бөлінген x минус 1-дің факториалы тең 5x. X минус 1-дің факториалы мен x минус 1-дің факториалы қысқарып кетеді. Сонда x тең 5x, x минус 5x тең 0 деген жауап шығады. Ары қарай минус 4x тең 0, x тең 0. Бұл жерде x 0-ге тең емес, сол себепті бұл шешім бізде қабылданбайды. Үшіншісі, AX-2 тең 5x, x-тің факториалы бөлінген x минус 2-ның факториалы тең 5x, x-тің факториалын x минус 2-ның факториалы бойынша өрнектеп аламыз. Сонда x минус 2-ның факториалы мен x минус 2-ның факториалы қысқарып кетеді. Ары қарай жақшаны ашқанда x-тің квадраты минус x тең 5x, x квадрат минус x минус 5x тең 0, минус x минус 5x-ті біз минус 6x деп аламыз. Сонда x квадрат минус 6x тең 0, x-ті жақшаның сыртына шығарғанда бізде x1 тең 0, x2 тең 6 деген жауап шығады. Бұл жерде x1 тең 0 деген жауап қабылданбайды. Сонда бұл есептің жауабы x2 тең 6. Төртіншісін қарастырайық. AX-2 тең 4x плюс 24.
x-тің факториалы бөлінген x минус 2-ның факториалы тең 4x плюс 24. x-тің факториалын x минус 2 бойынша өрнектеп ашамыз. Сонда x минус 2-ның факториалы мен бөлімдегі x минус 2-ның факториалы қысқарып кетеді. Ары қарай жақшаны ашқанда x квадрат минус x тең 4x плюс 24. x квадрат минус 5x минус 24 тең 0. Дискриминант арқылы осы квадрат теңдеуді шешетін боламыз. Бұл жерде a тең 1, b тең минус 5, c тең минус 24. Сонда d тең v квадрат минус 4ac деген формула арқылы біз дискриминанттан 11-дің квадраты деген жауап шығатынын есептедік. x1 мен x2-ні есептеу үшін мына формулаға қоясыздар. Және де бұл жердегі плюс минус арқылы x1 мен x2-ні тапқанда x1 ол бізде 5 қосылған 11 бөлінген 2 тең 16 бөлінген 2, яғни x1 8 деген жауап шығады екен. Ал x2-де біз 5 минус 11 бөлінген 2, яғни минус 6 бөлінген 2 тең минус 3 деген жауап шығады. Бірақ бұл жерде минус 3 деген жауап бізде қабылданбайды. Сол үшін бұл төртінші есептің жауабы тек қана 8 деген жауап шығады. Онда төртінші азық-түлік дүкенінде алманың 6 сұрпы және мандариннің 3 сұрпы бар. 1 килограмм алма және 1 килограмм мандарин қанша тәсілмен сатып алуға болады дейді. Бұл жерде біз теру формуласын қолданатын боламыз. Яғни с 6-да 1 көбейтілген с 3-те 1. Не үшін десеңіздер, бұл жерде алманың 6 сұрпынан біз 1 килограмм аламыз, және де мандариннің 3 сұрпынан біз 1 килограмм аламыз. Ары қарай керу формуласы бойынша ашқанда 6-ның факториалы бөлінген 1-дің факториалы, жақшаның ішінде 6 минус 1-дің факториалы көбейтілген бөлшек 3-дің факториалы бөлінген 1-дің факториалы, жақшаның ішінде 3 минус 1-дің факториалы тең 6-ның факториалы бөлінген 5-дің факториалы көбейтілген 3-дің факториалы бөлінген 2-ның факториалы тең 6 көбейтілген 3 тең 18 деген жауап шығады екен. Онда 5-ші есептегі тепе-теңдікті дәлелдейік. Біріншісін қарастырайық бірден. С 7-де 4 қосылған с 7-де 3 тең с 8-де 4. Бұл жерде біз теру формуласы бойынша ашқанда с 7-де 4 дегеніміз ол 7-дің факториалы бөлінген 4-дің факториалы, жақшаның ішінде 7 минус 4-дің факториалы. Қосылған 7-дің факториалы бөлінген 3-дің факториалы, жақшаның ішінде 7 минус 3-дің факториалы тең 8-дің факториалы бөлінген 4-дің факториалы, жақшаның ішінде 8 минус 4-дің факториалы деп ашатын боламыз. Ары қарай бұл жерде бізде, яғни 7 минус 4-дің факториалы ол бізде 3-дің факториалы, ал 7 минус 3-дің факториалы ол 4-дің факториалы қалады. 8 минус 4-дің факториалы ол бізде 4-дің факториалы. Сонда 7-ның факториалы мен 7-ның факториалы ішіндегі 4-дің факториалы қысқарып кетеді. 7-ның факториалы мен 4-дің факториалы қысқарып кетеді. Кез келгенмен қысқартуға болады негізі. Ары қарай сонда бізде 7 көбейтілген 6 көбейтілген 5 бөлінген 3 көбейтілген 2 көбейтілген 1 қосылған бөлшек 7 көбейтілген 6 көбейтілген 5 бөлінген 3 көбейтілген 2 көбейтілген 1 тең бөлшек 8 көбейтілген 7 көбейтілген 6 көбейтілген 5 бөлінген 4 көбейтілген 3 көбейтілген 2 көбейтілген 1 деп аламыздағы бұларды бір-біріне көбейткенде 210 бөлінген 6 қосылған 210 бөлінген 6 тең 1680 бөлінген 24 деген жауап шығады. Оны қысқартқанда 35 қосылған 35 тең 70, яғни 70 тең 70 деп тепе-теңдік дәлелденіп тұр. Екіншісінде с 8-де 4 қосылған с 8-де 3 қосылған с 9-да 5 тең с 10-да 5. Формула бойынша ашқанда с-ның 8-дің факториалы бөлінген 4-дің факториалы, жақшаның ішінде 8 минус 4-дің факториалы, қосылған 8-дің факториалы бөлінген 3-дің факториалы, жақшаның ішінде 8 минус 3-дің факториалы, қосылған 9-дің факториалы бөлінген 5-дің факториалы, жақшаның ішіндегі 9 минус 5-дің факториалы тең 10-ның факториалы бөлінген 5-дің факториалы, жақшаның ішінде 10 минус 5-дің факториалы деп алатын боламыз. Ары қарай алымы мен бөліміндегі факториалдарды қысқартып жібергенде бізде осындай өрнектер шығады екен. 8 көбейтілген 7 көбейтілген 6 көбейтілген 5 бөлінген 4 көбейтілген 3 көбейтілген 2 көбейтілген 1 қосылған 8 көбейтілген 7 көбейтілген 6 бөлінген 3 көбейтілген 2 көбейтілген 1 қосылған бөлшек 9 көбейтілген 8 көбейтілген 7 көбейтілген 6 бөлінген 4 көбейтілген 3 көбейтілген 2 көбейтілген 1 тең бөлшек 10 көбейтілген 9 көбейтілген 8 көбейтілген 7 көбейтілген 6 бөлінген 5 көбейтілген 4 көбейтілген 3 көбейтілген 2 көбейтілген 1-ден бізде 1680 бөлінген 24 қосылған 3336 кешірім сұраймын бөлінген 6 қосылған 3024 бөлінген 24 тең 30240 бөлінген 120 деген жауап шығады екен. Сонда 70 қосылған 56 қосылған 126 тең 252, 252 тең 252 деп теңдеудің екі жағы да бізде бір-біріне тең болып тепе-теңдік дәлелденіп тұр. Үшіншісін қарастырайық. с 5-те 0 қосылған с 5-те 1 қосылған с 5-те 2 қосылған тағы сол сияқты қосылған с 5-те 5 тең 32. Формула бойынша ашқанда 5-тің факториалы бөлінген 0-дің факториалы, жақшаның ішінде 5 минус 0-дің факториалы, қосылған 5-тің факториалы бөлінген 1-дің факториалы, жақшаның ішінде 5 минус 1-дің факториалы, қосылған 5-тің факториалы бөлінген 2-ның факториалы, жақшаның ішінде 5 минус 2-ның факториалы, қосылған 5-тің факториалы бөлінген 3-тің факториалы, жақшаның ішінде 5 минус 3-тің факториалы, қосылған 5-тің факториалы бөлінген 4-тің факториалы, жақшаның ішінде 5 минус 4-тің факториалы, қосылған бөлшек 5-тің факториалы бөлінген 5-тің факториалы, жақшаның ішінде 5 минус 5-тің факториалы тең 32. Бұл жерде ескере кететін бір жайт, яғни 0-дің факториалы мен 1-дің факториалының екеуі де бірге тең.
Сонда 1 қосылған 5 бөлінген 1 қосылған 5 көбейтілген 4 бөлінген 2 көбейтілген 1 қосылған 5 көбейтілген 4 бөлінген 2 көбейтілген 1 қосылған 5 бөлінген 1 қосылған 1 тең 32. Яғни бұл жерде бір-біріне қосқанда 32 тең 32 деп бұл жерде де тепе-теңдік дәлелденіп отыр. Біріншісін қарастырайық. P4 бөлінген P8 көбейтілген A8-де 4 тең 4-тің факториалы бөлінген 8-тің факториалы көбейтілген бөлшек 8-тің факториалы бөлінген жақшаның ішінде 8 минус 4-тің факториалы. Бұл жерде біз орналастыру формуласы және алмастыру формуласы бойынша жаңағы бөлшектерді ашқан болатынбыз. Сонда 1 бөлінген 8 көбейтілген 7 көбейтілген 6 көбейтілген 5 көбейтілген бөлшек 8 көбейтілген 7 көбейтілген 6 көбейтілген 5 бөлінген 1 тең 1680 бөлінген 1680 ол бізде 0 деген жауап шығады екен. Екіншісінде бұл 5 бөлінген P9 көбейтілген A9-да 5 тең 5-тің факториалы бөлінген 9-тың факториалы көбейтілген бөлшек 9-тың факториалы бөлінген 9 минус 5-тің факториалы тең 1 бөлінген 9 көбейтілген 8 көбейтілген 7 көбейтілген 6 көбейтілген бөлшек 9 көбейтілген 8 көбейтілген 7 көбейтілген 6 көбейтілген 5 бөлінген 1, яғни 15120 бөлінген 3024 тең 5 деген жауап шығады. Бұл жерде егер де сіздер мына жерде бірден қысқартып кеткен жерлерін түсінбей жатсаңыздар, комментарийға жазсаңыздар болады, мен нақтылап сіздерге түсіндіріп беремін. Үшінші есепті қарастырайық. B20 бөлінген A15-те 20, A20-да 15 бөлінген A20-да 3 тең 20-ның факториалы бөлінген 20-ның факториалы бөлінген 20 минус 15-ның факториалы бөлінген 20-ның факториалы бөлінген 20 минус 3-тің факториалы. Бұл жердегі үлкен бөлшекті біз мына түрге келтірдік. Не үшін? Себебі бізге қолайлы болу үшін, яғни 20-ның факториалы бөлінген 20 минус 15-ның факториалын біз төңкеріп 5-тің факториалы бөлінген 20-ның факториалы деп жазғанда екеуі қысқарып кетеді. Сонда бізде жауап 5-тің факториалы көбейтілген 1 бөлінген 20 көбейтілген 19 көбейтілген 18 тең 1 бөлінген 57 деген жауап шығады екен. Төртінші есепте де дәл солай. P14 бөлінген A14-де 10 бөлінген S6-да 5 бөлінген S11-де 11 тең 14-тің факториалы бөлінген 14-тің факториалы бөлінген 14 минус 10-ның факториалы бөлінген 6-ның факториалы бөлінген 5-тің факториалы 6 минус 5-тің факториалы бөлінген 1 тең мына үлкен бөлшекті біз мына түрге келтіріп, бұл жерде де 14 пен 14 қысқартып жүреміз. Сонда 4-тің факториалы көбейтілген 5-тің факториалы көбейтілген 1-тің факториалы бөлінген 6-тың факториалы тең 4-тің факториалы көбейтілген 1 бөлінген 6 тең 24 бөлінген 6 тең 4 деген жауап шығады екен. Жетінші есепті қарастырайық. Y тең ax квадрат плюс vx плюс функциясының графигінде A1 және тағы сол сияқты A12 нүктелерінің тізбектей берілген дейді. Бірінші ұштары осы нүктелерде болатын кесінділер санын табыңыз. Яғни бұл жерде бізде 12 нүкте берілгендіктен және де кесінді бізде кесіндінің 2 ұшы болғандықтан біріншісінде S12-ден 2 тең 12-ның факториалы бөлінген 2-ның факториалы жақшаның ішінде 12 минус 2-ның факториалы тең 66 деген жауап шығады екен. Ал екіншісінде 12 нүктеден бізде үшбұрыштың 3 төбесі болғандықтан S12-де 3 тең 12-ның факториалы бөлінген 3-тің факториалы жақшаның ішінде 12 минус 3-тің факториалы тең 220 деген жауап шығады. Онда 8-ді қарастырайық. Абонент телефонның 2 цифрларын ұмытып қалған. Егер ұмытылған цифрлар әртүрлі екенін ескерсе, онда абонент ең көп дегенде қанша номерін теруі керек. Яғни бұл жерде телефон нөмірлері 2 цифрлар әртүрлі болғандықтан біз олардың 0-ден 9-ға дейінгі 10 цифрдың ішінен орынға мән беріп таңдаймыз. Бұл реттелген таңдау. Яғни сондықтан рұқсат етілген сандардың саны ол бізде A10-да 2 тең 10-ның факториалы бөлінген 8-ның факториалы тең 10 көбейтілген 9 тең 90 деген жауап шығады екен. 9-шы есепті қарастырсақ, бұл жерде барлық цифрлары әртүрлі болатындай қанша 4 таңбалы сан бар дейді. Бұл жерде жақша әдісін қолданамыз 4 таңбалы сан болғандықтан, және де бұл жерде цифрлардан біз 0-ден 9-ға дейінгі 10 цифрды қоя аламыз. Бірінші қадамда біз 4 таңбалы санның бірінші цифрлары 0 бола алмайды. Өйткені сан 4 таңбалы болуы тиіс. Сондықтан бірінші цифрды 1-ден 9-ға дейінгі 9 цифрдың кез келгенін таңдай аламыз. Ал екінші қадамда бірінші цифрдан өзгеше кез келген санды таңдауымыз керек. Яғни оны 0-ден 9-ға дейінгі 10 цифрдың ішінен бірінші цифрды алып тастағандағы 9 мүмкіндіктің ішінен таңдай аламыз. Ал үшінші цифр ол бірінші 2 цифрдан өзгеше болуы керек. Онда таңдау үшін қалған 8 цифрдың ішінен таңдай аламыз. Дәл осылайша 4-ші цифр бұрын таңдалған 3 цифрдан өзгеше болуы керек. Сондықтан 4-ші цифр ол бізде 7 санның ішінен таңдай аламыз. Сондықтан бұл жерде 9 көбейтілген 8 көбейтілген 7 тең 4536 деген жауап шығады екен. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.